15 наурыз жаңару немесе жайлау күні. Айнала табиғатпен біте қайнасып, өмір сүру көшпелі қазақ дүниетанымының бір бөлігін құраған. Сол себепті ұлық мерекеде табиғат аясында бір күн өткізу маңызды. Бұл өскелең ұрпақтың экологиялық, зияткерлік санасын дамытуға септігін тигізеді және денсаулығын жақсартады. Кеудеде намыс қайнап, көзімде от ойнаған, қаршыға қанаттары әлі де қатаймаған, 5 жасар баласы да аттан деп ат ойлаған.